Қайырлы таң көрермендер, бүгін біз фитнеске қатысты тақырыбымызды жалғастырамыз. Тұрақты спикеріміз Гүлназ Айтқожина келіп отыр. Гүлназ, сәлематсыз ба? Қайырлы таң, Маржан. Қайырлы таң баршаңызға. Гүлназ, бізде көбіне 20 жастан, 25 жастан асқаннан кейін көздің айналасында мимикалық әжімдер пайда бола бастайды. Осыны кетірудің, алдын алудың бір жолдары бар ма? Әрине бар. Мен сіздерге бір лайфхак көрсетейін. Күнделікті бір күннің ішінде 4 рет, 5 рет жасай беруіңізге болады. Өте оңай және өте эффектісі бар. Ол үшін қай жерде болса да кез келген уақытта оны жасай бересіз. Көзіңізді жоғары қаратасыз, басыңызды көтермейсіз, тек қана көзімізді көтереміз. Бір нүктеге қарауымыз керек. Бір нүктеге қарап, көзімізді тез-тез жыпылықтатқан кезде көздің астындағы бұлшықеттер жұмыс істейді. 1 минуттың ішінде тез-тез жыпылықтатуымыз керек. Сол кезде бұлшықеттер қатайып, әжімдер жазыла бастайды. Күнне көбірек қайталасаңыз, тезірек көресіз нәтижесін. Шаршады ма көздің асты? Сәл талады. Сәл талады, сол сезім болғанша жасай бересіз. Көзіңіз міндетті түрде жоғары қарап тұру керек. Сол кезде қана көздің астындағы бұлшықеттер жұмыс істейді. Ал мысалы, таңертеңде тұрған кезде көбіне мойнымыз ауырып жатады. Келесі бір осы мойынға қатысты қандай лайфхак айта аласыз? Тағы да бір лайфхак көрсетейін. Болады, кейде жастығыңыз ыңғайсыз болады, кейде мысалы ол тек қана жастықтың ыңғайсыздығына байланысты емес, ол сіздің арқаңыздың жағдайына байланысты. Сол үшін таңертең тұрған кезде былай тіке тұрамыз. Мына иегімізді иықтың ұшына дейін апарып мойнымызды бұрамыз. Бірінші мойынды тік ұстаймыз. Барлық омыртқа, барлық корпустың бәрі тіке тұрады. Тек қана иекпен, мойынмен бұруламыз иыққа қарай. Сонда мойныңыздың жағын сезінесіз қатайып жатқан. Осылай 15 секунд тұруға болады. Бұл әдіспен тек қана мойынның проблемасын емес, бетіміз ісіп тұрады ғой таңертең. Сонда шешуге болады. Иықты былай ұстап тұрамыз. Иығыңыз түзу, иегіңіз иыққа дейін барады. Енді келесі жаққа жасаймыз, 15 секунд тұруды ұмытпаңыздар. Таңертең жасасаңыз, тіптен жақсы. Бұл жаттығудың өте қарапайым сияқты, сыртынан қарағанда, бірақ беретін пайдасы өте зор. Таңертең күнде жасасаңыз, айттым ғой, бетіңіздің ісі кетеді. Сосын мойныңызды қалыпты жағдайға келтіресіз, жаймен күнде істей берсеңіз, әсерін көресіз. Міне, құрметті көрермен, әр іс-қимылға, әрекетке бейжай қарамаңыздар, және де бұны қарапайым деп қабылдаудың қажеті жоқ. Бұның да сізге берер пайдасы мол. Сұлу болу тек өз қолыңызда. Әр адамның сұлу болуға хақысы бар.